Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы байқауға қатысамын. Мақсаты өзінің немесе өзгенің болашақ жоспары туралы айтуды үйрену. Тема нашего урока – буду участвовать в конкурсе. Сегодня вы научитесь говорить о своих планах и планах других людей на будущее. Жаңа сөздерді үйренейік. Сахна, сцена, жеңімпаз, победитель, жүлде, приз, әнші, певец, певица. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Балалар, ойланайық. Балалар қандай өнер көрсетеді деп ойлайсыздар? Болашақта олар қандай мамандықты таңдауы мүмкін? Суретте жеңіс пен алтынай. Жеңіс, ертең мен байқауға қатысамын. Монолог оқимын. Қазір сахна киімін дайындаймын. Содан соң тағы жаттығамын. Завтра буду участвовать в конкурсе. Буду читать монолог. Сейчас готовлю сценическую одежду. Потом снова буду тренироваться. Алтынай, ертең мен үлкен сахнада өнер көрсетемін. Билеймін, ән саламын. Ұстазым мені ән айтуға дайындайды. Завтра буду выступать, танцевать и петь на большой сцене. Мой преподаватель готовит меня к пению. Мәтінді оқыдық, енді келесі сұрақтарға жауап беріңдер. Ертең балалар қайда барады? Жеңіс сахнада қандай өнер көрсетеді? Алтынай қандай өнер көрсетеді? Балалардың қайсысы жеңімпаз болуы мүмкін? Мәтіннен осы сұрақтарға жауап табыңыздар. Жарайсыңдар балалар. Олай болса, жауаптарыңды салыстырыңдар, өздеріңді тексеріңдер. Проверьте себя. Жарайсыңдар оқушылар. Олай болса, алда болатын әрекет қимыл білдіретін сөздермен таныс болайық. Мы с вами рассмотрим ауыспалы келесі шақ. Переходное будущее время. Почему ауыспалы переходное? Так как может употребляться как в настоящем, так и в будущем времени. То есть ауыспалы келесі шақ, здесь говорится о будущем, в котором говорящий уверен. Время настоящее или будущее мы определяем по контексту. Итак, как же образуется? Образуется при помощи суффиксов «а», «е» и краткое и личных окончаний. Рассмотрим на примере. Ертең ол байқауға барады. То есть, как же образовалось? При образовании переходного времени к основе глагола, если основа слова твердая, то добавляется суффикс «а». В нашем случае основа глагола «бар» плюс суффикс «а» и плюс окончание третьего лица, то есть «д». Ертең ол өнер көрсетеді. То есть здесь слово мягкое, добавляется суффикс «е». Көрсет, көрсете и плюс окончание третьего лица. Суффикс и краткое добавляется, если слово оканчивается на гласную. Ертең ол сахнада билейді. То есть биле, билей и окончание, личное окончание третьего лица. Д. Оқушылар, ауыспалы келесі шақта тұрған етістіктің жекеше және көпше түрінде жіктелуін есте сақтаңдар. Запомните, спряжение глагола в переходном будущем времени в единственном и множественном числе. Олай болса, келесі жаттығумен пысықтайық. Жақшадағы сөздерді өзгертіп жаз. Следующее ваше задание. Запишите данные слова в переходном будущем времени. Жарайсыңдар. Олай болса, өздеріңді тексеріңдер. Молодцы. Проверьте себя.
Келесі тапсырмада сұрақтарды басшылыққа алып сөйлесейік. Өскенде кім боласың? Кем ты будешь в будущем? Қандай мамандықты таңдайсың? Какую профессию ты выбираешь? Қай қалада оқисың? В каком городе ты учишься? Қайда жұмыс істейсің? Где ты работаешь? Қай қалада тұрасың? Где ты живешь? Арманыңа жету үшін не істейсің? Что ты сделаешь, чтобы осуществить свою мечту? Жарайсыңдар, балалар. Бұл тапсырманы ойдағыдай орындады деп ойлаймын. Олай болса, өздеріңді тексеріңдер. Проверьте себя. Оқушылар, сендер білесіңдер ме? Өнерлі өрге жүзеді деген мақалды өнерлі балаларды көргенде айтамыз. Дети, если перевести дословно эту пословицу, то звучит так: способный, умелый, всегда на высоте. Мы так говорим, когда замечаем способных, талантливых детей. Үйге тапсырма. Болашақта кім болғың келеді? Сұрағына 3-4 сөйлем құрастырып жазып келіңдер. Дома составьте 3-4 предложения, отвечая на вопрос, кем ты хочешь стать в будущем. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Назарларыңа рахмет.